Алдыңғы сәтте ол сүйіктісіне тұрмысқа шығудың қуанышына бөленіп еді. Келесі сәтте сүйіктісі оның құпиясын әшкереледі. Бұрын ол дәрігерге ақша беріп, 5 айлық қызын түсіртіп тастаған екен. Мұны құрбысы ғана білетін. Бейзе енді жасыра алмайтынын түсініп, бәріне Джиханның анасын кінәлады. Өйткені анасы үнемі ол немере аңсайтын. Сол үшін ғана қызын алдыртуға мәжбүр болғанын айтты. Абысының да қызы бар. Бірақ анасы оны мойындаса да, мұрагерлікке кіргізбеген. Сондықтан өзі ұл тууды мақсат еткен. Джихан ашуланып, сен қызымызды соның үшін өлтірдің бе деп, оның қатыгездігіне сене алмады. Ол бәріне енді бұл әңгіме осымен бітті, үйлеріңе тараңдар деді. Әкесі де Бейзеден көңілі қалып, мұндай ақымақтыққа барғанына қатты өкінді. Ертеңінде таңертең Бейзе оянса, Джихан жанында чемоданмен отыр екен. Қайда барасың деп сұрағанда, кететін мен емес, сен деді. Бейзе, ешқайда бармаймын. Ұлым мені керек етеді деді. Джихан болса, біздің ұлға ондай ана қажет емес деп, Бейзені сатып алынған қызметшісімен бірге үйден қуып шықты. Джихан адвокатқа тапсырма беріп, Бейзеден ажырасуға және ұлының қамқорлығын өзіне алуға шешім қабылдады. Бейзе қызметшісімен әкесінің үйіне барды, бірақ әкесі оны кіргізбей қойды. Бұл оның ақымақтығының жазасы деді. Бейзе амалсыз құрбысының үйіне барды. Алайда құрбысы егер қалғың келсе, пәтерақы мен тамақ ақысын төлеу керек деді. Бейзе қалтасында көк тиын жоқ екенін айтты. Сонда құрбысы ақшаң болмаса, менің дүкенімде жұмыс істеп өтей ғой деді. Қызметші бұрынғыдай үй шаруасын істей беретін болды. Бейзе амалсыз дүкенде шәкірт болып жұмыс істей бастады. Мұның бәрін әкесі алдын ала құрбысына тапсырған еді. Қызы аздап қиындық көріп, өз қателігін түсінсін деген. Ал Ханчер жігіттің жеңгесі мен жүргізушіні кездестіріп, олардың арасындағы сүйіспеншілікке кедергі болғанына кешірім сұрады. Жеңгесі де ашу үстінде Ханчерді ғайбаттағанына өкінетінін айтты. Ханчер оған бұл сенің кінәң емес деді. Ол енді тек бәрін түзетіп, екеуінің қайта қосылғанын қалайтынын айтты. Жүргізуші оны жалғыз қалдырғысы келмеді. Бірақ Ханчер жүргізушіге, сен онсыз да ішімдегі баланың абыройын сақтадың. Енді өзім үшін сендердің өмірлеріңді бұзғым келмейді деді. Сөйтіп жүргізуші мен жеңгесі келісіп, алдымен сыртта бір жерге орналасып алуды. Бәрі дайын болғанда әйел мен қызын алып кетуге келісті. Жүргізуші кеткен соң, Ханчерге біраз қиындық тиді. Ол кілтін ұмытып кетіп, есікті балкон арқылы ашпақ болды. Бірақ бірнеше қабатқа шыққанда бас айналып, құлап кете жаздады. Бағына орай Джихан оны қағып алды. Неге жүргізушіге хабарласпадың деп, дереу соған қоңырау шалмақ болды. Ханчер Джиханды тоқтатып, жүргізуші теңізге жұмысқа кеткен. Ол жақта жалақысы көбірек деді. Джихан жүргізушінің дәл осы сәтте Ханчерді жалғыз қалдырғанына ашуланды. Бірақ амалсыз өз қолымен балкон арқылы есікті ашып берді. Сол күні Джихан көшеде жүргізушіні көріп қалып, оның соңынан ілесті. Не істеп жүргенін білмек болды. Бірақ бір бұрылысқа келгенде көзден таса болды. Содан кейін оның шын мәнінде теңізде жұмыс істемегенін біліп, артынан адамдар жіберіп тексертті. Олар да жүргізуші ешқайда бармағанын айтты. Джихан жүргізуші Ханчерді тастап кеткен деп ойлады. Ханчерге не болғанын сұрағанда ол амалсыз екеуміз мінезіміз келіспей, ажырасып кеттік деді. Джихан оған сенді. Әрі өзі де Бейзеден ажырасайын деп жүргенін айтты. Екеуі іштей қайта қосылуды армандады. Көп ұзамай Бейзе Джиханнан ажырасу туралы құжат алды. Дереу бұрынғы әйел адвокатқа барды. Адвокат оның ісін алғысы келмеді. Бірақ Бейзенің уәде еткен сыйақысы өте мол еді. Сондықтан келісім берді. Адвокат сотта Бейзені опасыз күйеуінен қуылған әлсіз ана ретінде көрсетіп, Джиханды балаға лайық емес әке етіп көрсетті. Полиция қызметкері Бейзеге еріп, баланы үйден күшпен алып кетті. Оны уақытша балалар үйіне тапсырды. Джихан қарсы болуға тырысқанмен еш нәтиже шықпады. Анасы Ханчерді тағы да айыптап, бәріне сен кінәлісің, ұлым мен сенің арандағы былықтың кесірінен баланы алып кетті деді. Үй қызметші де оған ұялмайсың ба деп сөкті. Ішіңде менің немерем бар, ал сен Джиханмен жақын жүрсің деді. Ханчер не айтарын білмеді. Әкесі Бейзенің енді не ойлап жүргенін түсінбеді. Джихан сенімен шын ажырасып кетсе, не істейсің деді. Бірақ Бейзе енді бәрібір, маған тек кек алу керек деді. Содан кейін адвокат Бейзеге шарт қойды. Ол баланың қамқорлығын алу үшін Джиханның барлық мүлкін өз атына жаздыруды талап етті. Джихан баласы үшін бәріне көнді. Мүлкін Бейзеге өткізіп берді. Тек осы даудың тез аяқталғанын қалады. Кейін Ханчермен қайта қосылып, бақытты өмір сүргісі келді. Тіпті Ханчердің ішіндегі баланың жүргізушінікі болса да, бәрі бір деді. Бірақ жүргізуші шешесінің Ханчерді балағаттағанын естіп, шыдай алмай, өздерінің жалған некеде екенін айтып қойды. Ол анасына мен тек жеңгесін жақсы көрем. Біз бірге кеткіміз келеді. Сен енді араласпа деді. Бірақ қызметші әйел Джиханның анасының жүргізушіні үлкен келініне күйеу болуына жол бермейтінін жақсы білді. Әрі оның айласын да жақсы білетін. Сондықтан ұлын қауіптен қорғау үшін Джиханның анасына үлкен келіні біреумен қашқалы жүргенін жеткізді. Тек ол адамның өз ұлы екенін айтпады. Анасы бұған ашуланып, үлкен келініне дүрсе қоя берді. Оны қыз арқылы қорқытып, егер қашатын болсаң, қызыңнан айырыласың деді. Абысын амалсыз жүргізушіге ажырасайық деді. Содан кейін жүргізуші оны таппай қалды. Әйелдің қайда кеткенін білу үшін ескі үйге Ханчерге барды. Ханчер енді бәрін Джиханға ашық айтуға бекінді. Соңғы күндері жазған күнделігін орап, көмекшісіне апарып беруді өтінді. Джихан оны ашқалы жатқанда күзетші, жүргізуші жігіттің ескі үйге барғанын айтты. Джихан оны Ханчерге қайта жабысты деп ойлап, ашуға булығып, мылтық ұстап сол жаққа ұмтылды. Барған бойда жүргізушіні ұрып, мылтықты басына тақап, егер Ханчерге жоласаң, өлесің деді. Амалсыз қалған Ханчер, жүргізушімен арасында ештеңе жоқ екенін айтып, Джиханның қолын ішіне қойды. Бұл бала сенің балаң деді.